Келесі бізде по счету үшінші conditional, ол бізде second conditional. Second, яғни екінші, условно екінші шартты райлы сөйлем қазақша. Второе условное предложение. Ол бізде нені білдіреді? Ол маловероятное. Орысша жаза берейін, иә? Маловероятное. То есть болуы мүмкін емес деген сөз, иә? Болуы бір талай деп айтамыз ғой. Маловероятное действие. Орысша жазып қойдым, енді қазақша, яғни ол болуы бірталай, то есть это невозможно деген сияқты ғой, типа. Оның формуласы if плюс past simple, яғни өткен шақта жазасыздар. Одан кейінгі іс әрекетті would плюс инфинитивқа қоясыздар. Инфинитив деген сөз столбиктің, яғни списоктің бірінші столбигі. Шатасып отырмын. Енді қараңыздар, қазақша мен түсіндірейін алдымен, иә? Мысалға сөйлем былай. Егер мен президент болғанымда, мен налогтарды көтерер едім деген сияқты. Болмаса, егер сен, допустим, не десек, егер сен модель болғаныңда, сен көп ақша табар едің деген сияқты. Қазақ тілінде істейтін едім, едің деген сөздер бар ғой. Вот осы называется second conditional. Мен мысалға миллионер болатын едім, болмаса мен Балиде тұратын едім деген сияқты сөйлемдер ғой, типа. Ал енді давайте сөйлем құрайық. If, қайтадан затесім, например, if I, болу деген сөз, по идее, мына жерде was болады, иә? Бірақ көбінесе second conditionalда біз was'ды were-ға ауыстырамыз. Сонда, if I were a model, допустим, мен модель болғанымда, бүтір. Мен көп ақша табар едім. I would, табу деген сөз бізде earn, бірінші столбикте тұр. Міне, мынау инфинитив. Much money, да? Много денег. То есть мен қазір модель емеспін, поэтому мен көп ақша таппаймын деген сияқты ғой, типа, маловероятный деген осы. Тағы, например, if he, не дейсіз, study деген сөз дұрыс етістік, past simple второй столбигі будет studied болады, иә? If he studied hard, егер ол усердно дайындалғанында, he would pass an exam. Ол емтихандан өтер еді деген сияқты. То есть ол усердно дайындалған жоқ деген сияқты мағынада. If he studied hard, егер ол усердно дайындалғанда, емтиханды тапсыратын еді. Но это маловероятно деген сияқты. Или же, например, тағы бір сөйлем. If we live, дұрыс етістік, екінші формасы lived болады, иә? If we lived in Bali, егер біз Балиде тұрғанда, не істер едік? We would swim a lot, мысалға, иә? Мысалы, swim a lot. Біз көп жүзетін едік деген сияқты. Міне, осы называется second conditional. Енді также сұрақ қойған кезде мына частьқа қоймаймыз, біз мына жерге қоямыз. Тағы бір момент мен айтамын, ұмытып кеттім, zero'да және first'та. Не всегда бывает, что сіздерде сөйлем if-пен басталады. Сөйлем мынау біріншіде тұруы мүмкін. Міне, ұбт-да, упражненияларда мынау басында тұрады. Сонда бұлай болады ол. I would earn much money if I were a model деп те келуі мүмкін. То есть мен көп ақша табатын едім, егер мен модель болғанда, деп мына бөлік сөйлемнің басында да тұруы мүмкін. Сөйлемнің бәрі if-пен бастала бермейді. Ал енді сұрақ қояйық. Мына жерге сұрақ қоямыз, иә? Мына жерде сұрақта would алдына шығады. Сонда would I earn much money? Мен көп ақша табар медім? Бүтір қоймаймыз. Мынаны тура осылай көшіреміз. If I were a model. Так, мен табар медім көп ақша, егер мен модель болғанда. Сұрақ мен болса, әрине жауап сен болады, иә? Сонда yes, you would. Сұрақты немен қойдық, сомен жауап береміз. Я, сен табар едің. Болмаса no, you wouldn't болады. Так, ары қарай қайсын көрсетейін? Ну, давайте екіні көрсетейін тағы, иә? Мына жерге сұрақ қоямыз. Біз міне мынаны бірінші алып келіп жазамыз. Would, так, he pass an exam?
ол тапсырар ма еді экзаменді? If he studied, тура осылай, studied hard, егер ол усердно дайындалғанында. Сұрақ ол болса, әрине жауап ол болады, я? Yes, he would. Я, ол тапсыратын еді. Болмаса, no, he wouldn't. Ал енді негативта, мен айтқандағыдай алдыңғы сабақтарда мына жерге де алып қоя бересіздер. Давайте мен мына соңғысын көрсетейін, е? Негатив былай болады. Так, if we, тұрмағанда деп айтамыз ғой, didn't leave болады. Көрдіңіздер ма? Didn't тұрған жерде leave қалай өзгеріп кетті? Past simple деген тақырыпты ашып қарайсыздар. Егер біз тұрмағанда Балиде, in Bali, үтір, біз көп жүзбес едік. We would-қа нотты қосасыздар. We wouldn't swim a lot болады. Міне осылай. Енді мынаны паузаға басып, жазып алсаңыздар болады. Былай болады мына. If he didn't study болады, study yet болмайды, study hard, he wouldn't pass an exam. Біріншісін көрсеттік, я? Біріншісін нет көрсетпедік. Былай болады. Мына жерде, кстати, мына жерде отрицание қойған кезде мына were-ға нот қосасыздар, бұл жерде дейтін тұрмайды. Сонда, if I weren't a model, мен модель болмағанымда, I wouldn't earn much money, мен көп ақша таппас едім. Міне, second conditional сіздерге толықтай түсінікті болды деп ойлаймын. See ya!